Mana karnım açıp dur. Kay жаққа кірем? Шыққандай болып, біреудің мама папасы жұмысқа бара жатыр-ау деймін. Мама папасы жұмысқа кеткендердің көбісі үйлерінің есігі ашық тұрады. Karnım ашып тұр. Істеймін енді. Барлық есік жабық тұр. Мына жаққа кіріп көрсем екен. Жабық қоймалар. Ne olacak? Aşklar. Mына жерде бірақ біреу жүрген сияқты. Күтейін кішкене. Karnım ашып тұр. Қалай да болсын осы үйден тамақтанып шығу керекпін мен. Үйде кішкентай балдардың дауысы шығып жатыр. Ересек адамның дауысы жоқ. Осы үйден қалай да болсын тамақтанып кетейін. Мына жерде ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Мына жерде не екен мына бөлме? Олай тас қараңғы ғой светтер. Мынау шығар свет. Мына жақта кішкентай балдардың дауысы шығады. Мына жақта бірдеңелер бар жатқызған. Қысқа сақтап қойған банкілер ма, ет, нәрсе жоқ па? Ойбай, қоқырсып жатыр ғой мына жерде. Не мынау? Ешкім көріп қоймасын. Мына жерде не бар екен? Ойбай, аяқ киімдерді қояды екен осы жаққа. Жап-жаңа етік. Аяғыма киіп алмаймын ба осыны? Аяғым жаурамайтын болады. Осыны алып кетем-ау деймін. Така, тұра тұрсын. Осыны алам. Аяғым жылы жүреді. Мынау не? Дәрі-дәрмек па? Жерде жейтін зат жоқ қой. Жейтін зат мына жақта кухняда екен. Ол жақта қазір жеп жатса біреу кек қалмай ма? Мынаның ішінде не бар екен? Көрейінші. Есіме түсті. Мен мына заттарды пайдаланып доқтыр болмаймын ба? Доқтыр болам, доқтыр. Сосын мен танымай қалады. Сосын мен бүкіл тамақты жеп, үйден қашып кететін болам. Уколы бар екен. Мына жерден бір дәрі салып алмай ма? Ұйықтататын дәрі жоқ екен. Бірақ бар емес па? Мен мына киімін жаман-жаман біліп қояды ғой. Ақ бір киім киіп алайын. Мына жақта ешкім жоқ па? Шығайын. Қоя тұршы сен, киім. Мына бір ақ киім бар екен. Ойбай, бұл куртка ғой. Болмайды бұл врачқа. Жараспайды. Сенбейді ғой мынаны. Еще қыздыкі екен. Егерде қыздар бар сияқты анам көріп қазір танып қояды ғой. Менікі деп ойлайды. Ай, мынаның дауысын ай. Мына жерде не бар екен? Міне.
киіп аламын. Осыны. Оңбая естіп қалмасын. Әйтпесе киіп қалады біреу. Енді міне нағыз доқтор болдым мен. Немене да? Болды, мен енді доктор маскамды киейін. Мына жерден маскамды киіп алайын. Уколымды дайындап алайын. Дайынмын. Мен енді доқтормын. Алдымнан шыққандарды аямаймын. Себебі менің қарным аш. Менің қарным аш. Алдымнан қазір кім шығады? Соның бәрін мына уколмен ұйықтата беремін. Себебі менің қарным аш. Болмаса мен өзім барамын да талдыртамын. Біреу келе жатқандай. Сіз кімсіз? Талды. Болды. Міне, мына уколмен мынаны талдырттым. Ал енді келесі кезекте ана жақтағы адамдардың бәрін талдыртамын. Сосын барып рахаттанып отырып, үйде не бар, соның бәрін жеп, ішіп, тонап кететін боламын. Маған сенбейді ғой айтпақшы, мынаны алып алмайын ба? Алып алайын. Салып алайын уколымды. Дайын тұр екен ғой. Так. Мына қыз осы жерде жата берсін. Жоқ. Жатпайды. Бұны мына кладовкаға қамап кетемін. Жатқыз қойдың. Сен мен кеткенше осы жерде отыр. Ал мен қанымды тойғызайын. Алдымен ана жақта кім бар екен? Соны көрейін. Бүгін қарным тояды менің. Сәлем, балалар, қалайсыңдар? Сәлем. Дәрігермін. Үй аралап жүредім. Сізді кім шақырды? Ешкім шақырған жоқ, мен бүкіл домды осылай аралап жүрмін. Сонда ауырғандарды жазылтасыз ба? Иә, жазылтамын. Кіміз? Сосын Lan жай қойыңдаршы, бұл не? Жай қоя салыңдар, я? Даусын жай қоя салыңдар. Келіңдер. Қызым, сен сондай сүйкімді қыз екенсің, менің қызыма ұқсаған. Так. Сен еш жерің ауырып тұрған жоқ па? Қазір білесіңдер ме, қыздар, вирус жүріп жатыр, я? Мектепте ауырып жатыр ма балалар мектепте? Соған сендер ауырмас үшін алдын ала профилактика ретінде мен сендерге укол саламын. Ол ешқандай қауіпті емес. Қорықпа, әйтпесе ше тұмау болып қаласың. Ей, мен тұмау емес. Жарайды, сонда адам. Сен салдырасың ғой, а? Бірақ неге? Мен қорқам. Жоқ, ауырып қаласың, әйтпесе мектепке бара алмай қаласың ғой? Жоқ. Мына қыздарға болмайды, бірақ кішкентайларға аллергиясы бар да? Ана балаға да болмайды. Сен екеуіңе болады, сондықтан сендерге сала салайын. Жарай ма? Жоқ, мен салдыртпайын. Салдыртасың. Жоқ. Мен Онда өзіммен бірге алып кетейін сендерді. Дәріханаға апарамыз немесе ауруханаға апарып сол жақтан салдыртамыз. Қасыңыз неге қосылып кеткен? Менің ба? Ой, мен өзіме қарауға уақытым жоқ, себебі аурулар көбейіп кеткен. Жоқ, мен салдыртпайын. Анам рұқсат бермейді маған. Ал сізге салдырды. Онда жүр ауруханаға алып кетейін. Мен бармайын. Қазір тұмау деген. Анам жұмыста. Я, анамды көрдім ғой жаңа. Мен алдынан шықты ғой, ана жерде. Үйге кіре беріңіз, есік ашықтап, мен қалай кіріп деп отырсың? Сіз не істедіңіз сонда? Ол не жарты сағатта кетіп қалғаным. Жарты сағат өтті ғой? Жарты сағат үйде отырдыңыз ба дейді. Жоқ, мен ана жерде тағы басқа бөлмелерге кірдім ғой, үйлерге
бар ғой. Солардың үйіне кіріп укол салып, бәріне укол салып. Мен салыппын. Мен бір анысыны салыпшы. Салдырып ал. Анасыны мен салыппын. Жақсылап жатқызайық мына. Саған салмаймын. Болды, сен қызға салмаймын. Саған салмаймын. Қызы, тығылма. Ана, әпшеңді дұрыстап жатқыз орнына. Давай. Саған да саламайды десе. Ыржақтама, мен ойнап тұрған жоқпын сенмен. Жатқыз дұрыстап. Мынау не мынау? Үйлеріңді ұстамайсыңдар ма? Осындай әдем үйде тұрасыңдар. Тап-таза ұстамайсың, дұрыстап жатқыз. Саған салайын ба? Гүл. Ама, болмайды ешкімге. Жүрсем қызды алып кетейін бе? Маған ана рұқсат бермейді. Сізге кім айтты? Рұқсат береді деп. Міне дәл укол. Болды. Қазір саған да саламайды десе екеуіңе. Болды, жата берсін şu жерде. Так, болды. Сен екеуіңе салмай-ақ қояйын. Сендер тыныш отырасыңдар ма? Тыныш отырасыңдар ма? Атың кім сенің? Мұстафа. Мұстафа, тыныш отырасың ба сен? Ана бөпеңнің аты кім? Аяла. Аяла. Сен екеуіңе салмай-ақ қояйын. Бұл себебі аллергичный болуы мүмкін. Басын бәлеге қалады. Сондықтан да сендер үшін тыныш отырыңдар, жарай ма? Кеттім, ана жақта отырамын мен. Ана жаққа шықпа. Түсіндің ба? Мына бөлмеге мынаны қоя салайын. Оянып кетпеген ба? Ұйықтап жатыр екен. Ал енді киімімді шешіп тұрып мына жерге іле салайын. Қарнымды тойғызамын. Вау, тамақ бар екен. Мына тамақты мен жеп алмайын ба? Дым қалдырмай, шылан жалағандай тазалап жеп қоймайын ба осы? Мынандай дәмді тамақты бірінші рет жеп тұрмын. Жақсы болды мамалар, жұмысқа кетті. Уколдың бағана да жақсы болды ғой. Ұйықтап тұтатын бала шағасын бәрін. Ағаттан тамақ жеп жатыр мен де. Оянып кетпесін. Тез жеп алайын. Тамақ жегеннен кейін осылай жеу керек қой, жылан жалағандай қалып. Тап-таза жуып қойғандай, тап-таза қылып алдым. Дәмсін ай. Салып қояйын. Тағы не бар? Тамақтан басқа тым жоқ екен. Нан бар ма, нан? Нан қайда тұрады екен, нандары? Дәрі, дәрмек. Мына жерде не бар? Нан. Нан. Өзімен бірге алып алайын. Тағы не бар? Яқтан тағы не бар екен? Ақша бірдеңелер жоқ екен. Сумканың ішінде не бар екен? Дым жоқ қой, дым жоқ.
Qanday bo'ldi o? Keteyim ben. Ay. Şomul balı gerek bet. Kişkene bir tazarıp kaladın. Ha? Uyanıp kalmadın eкен. Bizi akşa alı gerek var o. Ay. Usta baldığa salak kaldı oy ana kızdım. Nan kiyip жүретін болдым. Nan satıp biraz tamaktanan енді. Kettim ben. Kelmegенім осы жерге өзім.